Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 23 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Күн ашық ауада, танысуда, әуесқойлар арасындағы қарым-қатынаста және сапарларда өте жақсы өтеді. Ол саяхат үшін, сондай-ақ үлкен сатып алулар үшін сәтті болады. Кез келген жердегі істер үшін қолайлы күн. Жаңа заттарды сатып алудан бастап пәтерді жөндеуге дейін. Денсаулық проблемалары болуы мүмкін, күтініп жүріңіз. Жеке тәжірибеңізді мақтан етпегеніңіз жақсы. Сіздің сәтсіздіктеріңізге қуанатын адам жаныңыздан табылады. Ақшамен бөлісуге асықпаңыз және ештеңе сатып алмас бұрын жақсылап ойланыңыз. Күн әртүрлі азғыруларға толы болады және сіз өзіңіздің қолыңыздан не келетінін және қай жерде тоқта деп айту керектігін нақты түсінуіңіз керек. Сіздің жағымсыз эмоцияларыңыздың ағып кетуіне жол бермеуге тырысыңыз. Қолайсыздықты тудыратын адамдармен сөйлесуден бас тартқан жөн. Шопингті біраз уақытқа кейінге қалдырған дұрыс. Кезең белсенділік көрсету үшін өте қолайлы емес. Мүмкін болса демалуға тырысыңыз. Сізге сәйкес келмейтін адамдармен татуласу мүмкіндігін табыңыз. Физикалық және эмоционалдық стресстен аулақ болыңыз. Бұл күні тағдырлы шешімдер қабылдауға болады. Бұл қарым-қатынас жасауға, ақпарат іздеуге, саяхаттауға жақсы уақыт. Сізді жаңа романтикалық хобби күтуі мүмкін. Қаржы саласында ақылға қонымды экономика қағидаттарын ұстанған жөн. Енді сізде қыңырлық оянуы мүмкін. Бұл сіздің айналаңыздың талғамына сәйкес келмейді және оның негізінде қақтығыс болуы мүмкін. Маңызды әңгімені отбасы мүшелерімен, әсіресе үлкен кісілермен бастамау керек. Барлық салалардағы кез келген белсенді әрекеттерден аулақ болуға тырысыңыз. Уақытты бос әңгімеге жұмсағаннан гөрі үнемдеу жақсы. Бұл күні сіз белсенді әрекет етіп жетістікке сенуіңіз керек. Бұл махаббат іздеген бойдақтар үшін керемет кезең. Көбірек уақытты үйден тыс жерде өткізіңіз. Бұл жағдайда сіздің жан-жарыңызбен кездесу ықтималдылығы едәуір артады. Саяхаттар жақсы өтеді. Енді сіз өз шешіміңізді көрсетуіңіз керек. Күн азғырулар мен қызықтыратын мүмкіндіктерге толы. Егер сіз дұрыс шешім қабылдағыңыз келсе, өз қалауыңызға емес, жақындарыңыздың мүдделеріне көңіл бөлуіңіз керек. Бос уақытыңызды оңашада өткізбеуге тырысыңыз. Күн өте жақсы болмауы мүмкін, өйткені тұрақтылық пен өзіне деген сенімділік болмайды. Денсаулық пен көңіл күй үшін басқаларға жеңілдік жасау мағыналы. Жақындарыңызды қуантуға тырысыңыз. Ішкі даусыңызға көбірек сеніңіз, әсіресе сізді алаңдататын адамдарға қатысты. Енді сіз қиындықтың қайдан шығатынын сезесіз. Ақшаны қарызға алмауға тырысыңыз, өйткені кейін оны қайтару өте қиын болады. Тамыздың 23-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.